Майкл Джордан туралы 10 дерек. Майкл Джеффри Джордан 1963 жылы 17 ақпанда туған, сонымен қатар MJ атымен белгілі американдық кәсіпкер және бұрынғы кәсіби баскетболшы. Ол 1984 және 2003 жылдар аралығында ұлттық баскетбол қауымдастығы NBA 15 маусым ойнап, Чикаго Буллс пен 6 NBA чемпионатын жеңіп алды. Ол 1980 және 1990 жылдары бүкіл әлемде баскетболды және NBA-ны танымал етудің ажырамас бөлігі болды. Жаһандық мәдени иконаға айналды. Оның NBA веб-сайтындағы профилінде мақтауы бойынша Майкл Джордан барлық уақыттағы ең ұлы баскетболшы деп жазылған. Бойы 1,98 метр. Мансап NBA статистикасы: торға түсіру 32.292 ұпай, 30-1 ұпайға. Допты сақтап қалу 6.672 ұпай, 6-2 ұпай. Ассист 5.633 ұпай, 5-3 ұпай. Оның слэм данк жарыстарында еркін лақтыру сызығынан слэм данк жасау арқылы көрсеткен секіру қабілеті оған Эйр Джордан және оның әуе мәртебесі деген лақап аттарды берді. Әкесінің өлімінен кейін Джордан 1993-94 NBA маусымының алдында Chicago White Sox ұйымында кіші лига бейсболын ойнау үшін кенеттен баскетболдан кетті. Бірақ 1995 жылы наурызда Буллсқа оралды және оларды 1996-97 жылдары тағы 3 чемпиондыққа әкелді. Өзінің кәсіби мансабында ол Америка құрама штаттарының ұлттық құрамасында ойнау үшін таңдалды. 4 алтын медаль жеңіп алды. 1983 жылғы панамерикандық ойындарда, 1984 жылғы жазғы олимпиада ойындарында, 1992 жылғы Америка турнирінде және 1992 жылғы жазғы олимпиада ойындарында. Сонымен бірге жеңіліссіз болды. 1984 жылы шығарылған және танымал болып қала беретін Nike Air Jordan кроссовкаларының жетістігін арттырды. Ол Space Jam 1996 жылғы жанды экшн анимациялық гибридті фильмінде басты рөлді сомдады және Emmy жүлдесін алған соңғы би 2020 жылғы деректі фильмінің басты назарында болды. 2016 жылы ол NBA тарихындағы алғашқы миллиардер ойыншы болды. 2024 жылғы жағдай бойынша оның таза байлығы Forbes бойынша 3,2 миллиард долларға бағаланады. Назарларыңызға рахмет.